Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жылулық сәулелену. Абсолют қара дене, Стефан Больцман заңы. Және бұл сабақта біз жарық кванттары туралы Планк гипотезасы мен Планк формуласымен танысатын боламыз. Ең алдымен дәптерімізді ашамыз, бүгінгі күнді жазамыз. Және де оқулық бойынша 193 бетті ашып, параграф 32 тақырыбын жазамыз. Жылулық сәулелену. Тақырыпты толығымен осы презентацияда көрсетілгендей етіп жазамыз. Тақырыпты жазып болғаннан кейін төмендегі 7 сұраққа жауап береміз. Өткен сабақты қайталау мақсатында қойылған 7 сұрақ. Бұл сұрақтарға дәптерлеріңе жазбаша жауап беріңдер. Сұраққа жауап беру үшін 5 минут уақыт беріледі. Бірінші сұрақ: механикалық толқын дегеніміз не? Екінші сұрақ: жиілігі 20 000 герцтен жоғары дыбыстар қалай аталады? Үшінші сұрақ: дыбыс қаттылығын немен өлшейді? Яғни оның өлшем бірлігі қандай? Біз өткенбіз оны алдыңғы сабақта. Төртінші сұрақ: жарықтың вакуумде таралу жылдамдығы нешеге тең? Жарықтың бір ғана жылдамдығы бар, сол жылдамдықтың мәнін жазамыз. Ол тұрақты жылдамдық болады. Бесінші сұрақ: толқын ұзындығы қалай белгіленеді және өлшем бірлігін көрсет. Алтыншы сұрақ: толқын жиілігі немесе тербеліс жиілігі қалай белгілейміз және өлшем бірлігі қандай? Бұлардың барлығына жазбаша түрде жауап береміз, дәптерге жазамыз. Сосын осы видеоны қарап біткеннен кейін WhatsApp-қа группаға жібереміз. Жетінші сұрақ: тербеліс периоды қалай белгіленеді және өлшем бірлігі қандай? Жаңа сабағымызға тоқталайық. Жылулық сәулелену. Жылулық сәулелену дегеніміз қызған денелердің сәуле шығарып, электромагниттік энергия таратуын айтамыз. Бұл ережелердің барлығын дәптерге көшіріп жазамыз балалар. Жылулық сәулелену. Температурасы қатты қызған денелер өзінен ақ жарық шығарады. Ал температурасы төмендеген сайын денелер көрінбейтін инфрақызыл сәулелер шығарады. Жылулық сәулеленудің бірнеше мысалы төмендегі суреттерде көрсетілген. Жылу алмасу дегенді біз 8-ші класта өткенбіз. Жылу алмасу дегеніміз жылудың дененің қаттырақ қыздырылған бөлігінен азырақ қыздырылған бөлігіне, яғни температурасы аз бөлігіне жылудың алмасуы жылу алмасу деп аталады. Жылулық сәулелену дегеніміз қызған денелердің сәуле шығарып электромагниттік энергия таратуын айтамыз. Абсолют қара дене. Абсолют қара дене дегеніміз өзіне түскен әртүрлі жиіліктегі сәулелерді толық жұтып алатын денені айтамыз. Өзіне түскен әртүрлі жиіліктегі сәулелерді толық жұтып алатын дене абсолют қара дене деп аталады. Бұл ережені де дәптерге жазып аламыз. Стефан Больцман заңы. 1884 жылы Австрия оқымыстысы Людвиг Больцман абсолют қара дененің сәуле шығарғыштық қабілеті R, оның абсолют температурасының, яғни үлкен Т деп белгілейміз ғой, абсолют температураның 4-ші дәрежесіне пропорционал екендігін көрсетеді. Яғни ол төмендегі формуланы ұсынады. R тең болады сигма деп оқылады. әріп Т-ның 4 дәрежесі. Мұндағы сигма дегеніміз ол тұрақты шама. Сигма дегеніміз Стефан Больцман тұрақтысы. Оның мәні 5,167, оның -8 дәрежесі
ватт бөлінген метр квадрат көбейтілген кельвиннің 4 дәрежесі. Ватт дегеніміз естеріңде болса, қуаттың өлшем бірлігі болады. Қуатты біз N немесе P әрпімен белгілейтінбіз. Метр квадрат ауданның өлшем бірлігі болатын. Кельвин деген ол мына абсолют температураның өлшем бірлігі болатын. 4 дәреже формулаға байланысты қойылып тұр. Стефан Больцман заңының тек осы формуласын білсеңдер жеткілікті. Яғни R дегеніміз абсолют қара дененің сәуле шығарғыштық қабілеті. R. Сигма дегеніміз Стефан Больцман тұрақтысы. Үлкен Т дегеніміз кез келген дененің абсолют температурасы. Абсолют температураның өлшем бірлігі кельвин. Жай температура болса градус Цельсий болады. Стефан Больцман тұрақтысы абсолют қара денелер үшін немесе жай қара денелер үшін орындалмайды. Бұл ережені және формуланы да дәптерге жазып аламыз. Формулалар тұрақты. H дегеніміз планк тұрақтысы, S дегеніміз вакуумдегі жарық жылдамдығы. Тұрақты шамалар болғандықтан біз оларды есептің берілгеніне алдыңғы сабақтағы сияқты тұрақты шамалардың мәнін өзіміз жазамыз есептің берілгеніне. H тең болады 6,63, оның 34 дәрежесі джоуль көбейтілген секунд. Генің астына жазасын бір берілгеніне. S дегеніміз вакуумдегі жарық жылдамдығы 3 көбейту оның 8 дәрежесі метр бөлу секунд. Есепке қажетті барлық физикалық шамаларды берілгеніне жазып алдық. Тек осы формаға қоя салып есептеу ғана қалды. E тең болады HC бөлінген лямбда. Есептің шешуі формулаға қарап отырып біз сан мәндерін қоя саламыз. H-тың орнына 6,63, оның 34 дәрежесі, S-ның орнына 3 көбейту оның 8 дәрежесін қоямыз да, лямбданың орнына лямбданы табу керек екен ғой.